Hello everyone. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Top Stars for Kazakhstan Grade 3 78, 79, 80, 81 беттердің тапсырмаларын орындайтын боламыз. Workbook жұмыс дәптері. Lesson 6 Exercise 1 Healthy food. Пайдалы тағамдар. Exercise 1 Look at the pictures and circle the words in the grid. Бірінші жаттығуда мына суретке қараймыз. Мына суреттердегі тордың ішінен сөзді табамыз. Бірінші суретте vegetables көкөністер, екінші суретте жемістер fruit. Үшінші суретте milk, төртінші суретте sweet, бесінші суретте bread. Milk сүт, тәттілер және нан. Exercise 2 Write the missing words in the correct group. Екінші жаттығуда қалып қойған сөздерді жазамыз. First, fruit, vegetables. The second, pasta, bread, noodles, rice. Бірінші суретте көкөніс пен жеміс. Екіншісі нан, лапша, фасоль, күріш. The third, meat, chicken, fish. Үшінші ет қатары тауық еті, балық. The fourth, төртінші milk, cheese. Бесіншісі burgers, pizza. The sixth, алтыншы sweets, тәттілер. Lesson 7, exercise 1, look and write. Келесі жаттығу, бірінші жаттығуда қараймыз, жазамыз. Берілген сөздерді қараймыз. Мұнда дене мүшесі face, body, food, тағамдарды бөлек жазамыз. Және vegetables, көкөністерді бөлек жазатын боламыз. Ішінен таңдап. Potatoes, картоп, vegetablesға жатады. Pasta, food, ears, body, face, mouth, body, face, fish, food, carrots, vegetable, chicken, food, feet, body, face, onions, vegetables. Exercise 2 Read, look and write. Екінші жаттығуда оқимыз, жазамыз. First, has she got long hair? Оның шашы ұзын ба? Yes, she has. Мына суретке қарап, сипаттап жазамыз. Has it got small ears? No, it hasn't. Оның құлағы кішкентай ма дейді? Жоқ, кішкентай емес. Has he got a laptop? Оның компьютері бар ма? Yes, he has. Has it got small eyes? Көзі кішкентай ма? Yes, it has. Exercise 3 Look and read. Put A or N in the box. Үшінші тапсырмада қараймыз да оқимыз. Галочка немесе X белгісін қоямыз. First, this is a salad. Мынау салат. Галочка белгісін қоямыз. Those are potatoes. Мынау картоп па? No, X белгісін қоямыз. There are carrots in the soup. Сорпаның ішінде сәбіз бар дейді. Дұрыс емес. X қоямыз. There are onions in the sauce. Соуста пияз бар дейді. X белгісін қоямыз. Lesson 7, exercise 4, read, look and circle. Төртінші жаттығуда оқимыз, қарап, дұрыс жауабын белгілейміз. Is there milk in the fridge? Тоңазытқышта сүт бар ма? Yes, there is. Я бар. The second, are there sweets in the fridge? Тәттілер бар ма тоңазытқышта? No, there aren't. Are there carrots in the fridge? Сәбіз бар ма? Я бар. Yes, there are. Is there cheese in the fridge? Ірімшік бар ма тоңазытқышта? No, there isn't. Ірімшік жоқ. Exercise 5. Listen and circle yes or no. Тыңдауымды тыңдап, я жоқ деп жауап береміз. Жауабын белгілейміз. Біріншісі, do they eat pizza every day? No, they don't. Олар пицца күнде жемейді екен. No белгілейміз. Екіншісі, do they eat fish on Sundays?
Жексенбі күндері олар балық жейді ма? Yes, they do. Yes, иә, олар балық жейді екен. Үшінші, do they eat salad every day? Yes, they do. Олар күнде салат жейді екен. Yes деп белгілейміз. Exercise 6. Read the description and find Zippy's friend. 6. жаттығуда оқимыз. Сипаттамасын, Зиппидің досы кім екен табамыз. It has got 2 ears. Оның 2 құлағы бар. It has got a big mouth. Үлкен аузы бар екен. It has got 2 teeth. 2 тісі бар екен. Кім ол? It is Noni. Нонидің 2 тісі бар екен. Exercise 7. Who is the best friend? Look, read and find. 7. жаттығуда кім ең жақсы досы? Оқып, қарап, табамыз. Matt, Ted, Jim, Tom. Біреуін таңдау керек. He has got blue eyes. Көк көзі бар. He doesn't play football. Футбол ойнағанды жақсы көрмейді екен. His favorite food is pizza. Пиццаны жақсы көреді. He hasn't got black hair. Оның шашы қара емес. Ойланамыз. Now think. Who is my best friend? Тедтің суреті сәйкес келеді. Өйткені ол пицца жақсы көреді. Футбол ойнағанды жақсы көрмейді. Шашы қара емес, е? Exercise 8. Choose a boy in activity 7 and write about him. Ask your partner to guess who he is. 7. жаттығуға қараймыз. Ішінен бір баланы таңдап, сол туралы жазатын боламыз. Қасындағы досынан сұра, кім ол? Бір-бірімізге жасырамыз. He has got black hair. He likes to play football. He likes burgers. He has got big eyes. Оның қара шашы бар, футбол ойнағанды жақсы көреді, бургерді жақсы көреді, және көзі үлкен. Ол Matt. Now I can деген мен не істей аламын? Өз-өздеріңізді бағалайсыздар. Қанша балл жинай аласыз? 1-ден 5-ке дейін smiles. Good, жақсы. 6-10-ға дейін өте жақсы. 11-ден 15-ке дейін керемет. Біріншісі, дене мүшелерін атай аласыздар ма? Бір-бірлен сұрақ беріп жауап бере аласыздар ма? Өзіңізге жақын емес алыс туралы айта аласыздар ма? Заттарды мысалы. Тамақ жайлы сұрақ қойып жауап беру. Және де тоңазытқышта не бар сол туралы жазу. Ал балалар сабақ аяқталды осымен. The lesson is over. Сабақ ұнаса лайк қойып, маған тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар, see you soon, bye bye.